Владимир Жайвич Қазақтар гимназиясында бұл домбыра сабағы сонау 1997 жылдары бастау алған болатын. Өзім музыка мектебінің мұғалімі болғандықтан, Қазақтар гимназиясын ашуына жұмыс жасағандықтан, домбыра сабағын алғандықтан, сол домбыраны неге біз жай мектептерге, жаңағы гимназия, жай музыка мектептерге, жай мектептерге кіргізбеске деген ой туындады. Сол кездерде бірінші директорымыз гимназияның Сырымбет Валиясовқызының қолдауымен ең бірінші осы күй теория және домбырада ойнау бағдарламасы жүзеге асырылып жарық көрді, құрастырылды және рецензияланып, сол күй сабағын бастаған болатын. Содан армандап жүреді, шіркін-ай, осы домбыра сабағы неге басқа мектепте кіргізбесе, армандап орындалады дейді ғой, армандағы. Сондықтан елбасымыз да осындай қолдау көрсетіп, осындай домбыра сабақтары ашылсын, кабинеттер ашылсын, өте қатты қуандым. Және де осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Сол кісілерге алғысым